жоғалып кеткен бұл ютубер майнкрафттер бұл флоди. Баршалықтарыңызға сәлеметсіздер, сіздер бұл мен видео артында тұрған флоди. Қалайсыздар достар? Менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін 4 ай жоғалып кеттім. 4 ай жоғалып кеткенімнің себебі менде жаман қиыншылықтар болды. Және де көп нәрседен өтіп осылай қайтып ютубты бастадым. Мен себепсіз жоғалып кеттім. Бір видеоны салдым, оны 2 Манспен бірге салдым. Бірақ Манс екеуміз де ютубтан жоқ болып кеттік. Не екен білмеймін. Мен ойымды бастайын. Бұл видеода мен не жайлы айтатын боламын. Мен бұл видеода өзім туралы айтам. Қалай жоғалып кеткенімді, не үшін кетіп қалғанымды, сол туралы айтатын боламын. Ал айтуды бастайын. Менің кеткен себебім ол бізде біріншісі бізде ол кезінен сабақ болған, бірақ сол сабақтың кесірінен мен ютубты тастаймын ба деген жолға келдім. Соның кесірінен ютубты тастадым деп айтқам, бірақ ютубты тастамай қалдым мен. Яғни оралыптым 4 айдан кейін тастамай. Сосын мен де бағалап кетіңіздер. Қазіргі дауысым өзгеріп кеткен бе, өзгермеген бе, оны комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, арнама тіркеліңіздер. Видео шығарып отырам жақындарда. Бірақ асап біреуге монтаж деген видеода болмаса көрінжімеңіздер. Ондай жасалмағандықтан мен жасамаймындықтан ренжімеңіздер. Кейбіреулерінде біреу болады, кейбіреулерінде біреу болмайды. Монтажда болмайды, монтаж болады. Бір көреміз ғой. Мен яқты келісіп отырмын да, не ойнасам болады. Сөйтіп мен басында негізі видео түсіріп біреумен монтажбен әдемі ететіндерде мен видеомды сіздерге ұнаса лайк басыңдар, және де 100 подписчикке жеткізсеңдер. Мен қалай болды кеттім? Қалай кеттім? Не үшін кеттім? Ол кезінде сабақ болған кез. Сабақ болғанда сол сабақ деген әркімді қиыншылықтан өткізеді жар. Бірақ мен соның кесірінен енді сабақта оқу керек қой. Сабақты алаңдату керек. Сондықтан мен сабақ оқайын деп ютубты тастап кеттім. Көңіл болмай кеттім, оны туралы ойламадым да. Сол кезде Манста кішкене видео түсірмей жүргеннен кейін ол екеуміз бір шешіммен ютубты тастаймыз дегенге келдік. Тастаймыз дегеннен көршім бәр жерлерден шығып кетті вообще. Телеграмнан, группалардан шығып кеткенбіз. Сол группалардан шығып кеттік. Сосын біз видео түсірмедік, дым істемедік, тым қозғамадық. Не туралы қозғамадым. Бірақ мен сол кезде бір айдан кейін 3 ай бұрын, енді 1 ай өтті, ютуб тастап кеткем. Содан тұрдым да 3 ай бұрын мен бүйтіп стрим жасам. Стримде ешкім кірмеді, бірақ 2 адам кірмеді. 1 минут па отырғам,
13 минут отырдым. Түк адам көрмеді. Осына шейін қызықсызданып отырдым да, ой, достаточно да адам что-то кірмей жатыр. Актив қатты құлап кеткен ғой. Болды, кірмей ақ қояйын аған дегенде шығып кетем. Одан кейін осы неге келеміз. Мен енді жалығып кетем ғой, Майнкрафтерлерге қараймын. Негізі мен YouTube тастағаннан кейін, Энгпенттер тастағаннан кейін, Майнкрафтерлерді вообще көрмейтін болып кеттім. Содан кейін мен оларды істеймін. Яғни қалай мен ішім сатта Майнкрафтерлерге көз тигізем, көз қарасымды қараймын да, жоғда қайда оралсам ба екен, әлде оралмаса екен бе екен, актив көтеріле ме екен ба деп кіріп видео түсіріп көрейін. Әлі біраз нелерді бағындырамыз деп көргем, бастап осы міне осы видеоға дейін жеттік. Осы себептен, мен осыдан 2 ай, 3 ай бұрын жарақат алғам. Бұл скутер білесіздер ғой, электроскутерден. Содан жарақат алған болатынмын. Соң жарақаттың салдарынан мен кезінде негізі кішкене Майнкрафтерлерді қарайтынмын. Соның себепсіз содан кейін мен оның YouTube'ды тастаймын деп шештім, бірақ қайтып оралып тұрмын. Мені бағалап кетсеңіздер, әлі көптеген белестерді бағындырамыз. Жаңада қайтып ютуберлермен достасамыз. Мансұрды қайтып НКП-ге, яғни ютубқа әкелемін. Мені жақтырмайтын ютуберлер де бар шығар. Оларға дым демеймін енді. Өздері білсін қалаулары. Мен жақтырмаймын осы НКП Майнкрафт деген келуге. Достар, осымен менің видеом әзірше аяқталады. Ренжімеңіздер, мен себепсіз YouTube тастап кеткеніме. Давайте 100 подписчикке жетейікші. Мен өмірімде уже 100 подписчик дегенді көрмеген екенмін. Сондықтан сіздердің арқаларыңызда 100 подписчикке жетіп алайық. Даусым қатты естілмесе ренжімеңіздер. Бұл менің түнде түсірілген видеом. Қалай не десем болады? Осы енді біздің видеомыз мәресіне жетті. Аман болыңыздар, сол тілерім. Аман болыңыздар, 3 рет айтқан соң. Аман болыңыздар, 4-ші рет. Сау болыңыздар, достар. Тағы да видеолар салып тұрам, соған лайктар, және көп лайк жинап кетсеңіздер. Ал ендеше сіздермен болған мен Флоди және